Сізді геморрой мазалап жүрме, және де қандай жақпа май қолданатын білмей жүрсіз бе? Ендеше видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем, құрметті алтын достарым. Әдеттегідей сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Бүгінгі видеода геморрой туралы, геморройдың қандай маздар, жақпа майлары бар, солар туралы айтатын боламын. Геморрой жағымсыз ауру, өзін көре де алмайсың, біреуге көрсете де алмайсың. Әртүрлі деректерге сүйенсек, ерлер мен әйелдерді қосқанда халықтың 85% осы аурумен ұшырасады екен. Өкінішті. Геморройдың пайда болу себептері. Геморройдың себебі тік ішектің төменгі бөлігінде қан тамырларының кеңеюінен түйіндердің пайда болуы. Геморройдың сатылары 4 сатыдан тұрады. Бастапқы даму кезеңдерінде ауру әкелетін түйіндер тік ішектің ішінде орналасқан болады. Ішінде болады бірінші. Екінші сатысында ішінде болады. Үшіншісінде науқасқа сыртқа шыққан геморрой қолмен түзетуге тура келетін түрі болады. Ал төртіншісінде ол геморройды түзету мүмкін емес болады. Миновазин майы бар. Миновазин майы ол ашытады, бірінші жаққанда дуылдатып, бірақ та содан кейін басылады. Оны деген мақтамен жаққан дұрыс. Екінші релеф майы бар, оның арнайы шприці бар, сонымен ішкі геморройға жаққан дұрыс. Келесі траксивазин гелі бар, ол ауырғанды басады, бірақ емдемейді. Айтылған маздардың барлығы ауырғанды басады, бірақ емдемейді. Бұл видеоны мен комментариядағы ұсыныс бойынша шығарып отырмын. Видео ұнаса, пайдалы болды деп ойласаңыз, достар, каналыма тіркеліп лайк басып, және де комментарияға осы геморрой бар ма сізде, қандай маздар қолданасыздар, қандай свечилар қолданасыздар, сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, достар. Сау болыңыздар. Алтын, золотой достарым.